Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Мен кәсіби электрикпін. Менің басты жұмысым мектепке, үйлерге электр тогын жүргізу және оның қауіпсіздігін қадағалау. Біз сабағымызды бастамас бұрын, алдымен маған мына сұраққа жауап беріңдерші. Электрик мамандығы туралы не білесіңдер? Және ең бастысы ол қандай қауіпсіздік шараларын сақтауы тиіс? Ал енді, осы сұрақтың жауабын табу үшін мен сендерді өзімнің жұмыс құралдарыммен таныстырайын. Электр тогымен жұмыс істеу өте қауіпті, сондықтан қауіпсіздік шаралары қатаң сақталуы керек. Маған жұмысқа ең қажеттісі резеңке етік пен резеңке қолғап. Резеңке токты мүлдем өткізбейді. Ал мына қарапайым жүн қолғап пен киіз етікті токпен жұмыс істегенде киюге қатаң тыйым салынады. Электр сымдарды кесуге және бұрауға арналған мына тістеуік пен бұрауыштың саптары да ток ұрмасы үшін арнайы пластикпен қапталған. Ал жалаңаштанған сымдарды қауіпсіз ету үшін қара түсті оқшаулағыш таспаны қолданамыз. Ал енді, сен білесің бе, электр тогын жақсы өткізетін заттар мен материалдар жылуды да өте жақсы өткізеді. Енді сендерге тапсырма, осындай қасиетке ие электр құрылғылары туралы таныстырылым жасаңдар. Ал мен жұмысыма кірісейін. Сау болыңдар!